Үлгілі сот бағдарламасының аясында қалалық нөмірі 2-ші сотында өткен жылы фронт кеңсе ашылған. Мекеменің бірінші қабатында орналасқан орталық барлық техникамен жабдықталған. Әрі халыққа қызмет көрсетудің заманауи стандарттарына сай. Бұл жерде медиаторлар мен адвокаттар, іс материалдарымен танысуға арналған кабинет, сондай-ақ ақпараттық орталық бар. Халыққа қызмет көрсетудің оңтайлы жолын полиция басқармасында да қарастырылыпты. Енді құқық қорғау саласында туындайтын кез келген сұраққа лезде жауап алу мүмкіндігі бар. Сөйтіп алады да, қандай мәселемен келдіңіз? Тергеу мәселесі анықтау. Міне 2-ші номерге өтіңіз дейді. Өйткені жәбірленушілер әрбір іс қимылын қандай болып отыр менің қылмысты, кім мен тергеушім десе, мына кісіде база қосылған, ертер, сотқа дейінгі ертер қосылған, осы кісі бәрін айтып береді. Тергеуші керек болса, телефон бар, шақыртады. Үшінші, мынау біздің канцелярия. Бұл жерде сканер бәрі тұр, документ. Арызды үш жерден ала береді. Өйткені бұлар 2-ші этажда отырады, қазір на месте арыз алады да, любой сұрақ қандай. Күнделікті мамандар фронт кеңседе 100-ден астам тұрғынды қабылдайды. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен елімізде ашылып жатқан адалдық дүкені полиция ведомствосында да жұмыс істеп тұр. Департаменттің жұмысына оң бағасын берген Алик Шпекбаевтың жұмыс сапары ары қарай нөмірі 3-ші емханада жалғасын тапты. Жұмыс барысында цифрлық технологияларды енгізу емхананың күнделікті тәжірибесіне енгізілген. Тұрғындар үйден шықпай-ақ электронды түрде дәрігерге жазылу, дәрігерді үйге шақыру, дәріханалардың мекен-жайын қараусында қызмет түрлерін ала алады. Решение очереди именно на вот эти услуги на 90%. Талоны и могут спокойно сидеть и ожидать свою очередь. Да? Сокращение времени обслуживания в лаборатории. Если раньше записывалось в журналы, на это уходило время, да? А сейчас удостоверение личности, вот этот талон есть. Қызылжар адалдық алаңы жобасының аясында тұрғындармен кері байланыс орнату үшін әр кабинеттің жанында арнайы QR-кодтар қойылған. Осылайша емделушілер дәрігерлердің қызмет көрсету сапасына өз бағаларын қояды. Бұл медициналық мекемелерде туындауы мүмкін сыбайлас жемқорлық көріністерін жоюға септеседі дейді мамандар. Жалпы медицина саласында цифрландыру элементтерін енгізу тұрғындардың көңілінен шыққан. Не нужно сидеть большие длинные очереди, высиживать и записаться к врачу по мобильному приложению, находясь на работе или по делам. Это очень удобно. Приходишь в указанное время, вот, никаких нервотрепок, столпотворения. Алик Шпекбаев өңірдегі алдыңғы қатарлы серіктестіктердің бірі Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірісін аралап көрді. Бұдан соң Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің техникалық базасы, студенттерге қызмет көрсету орталығының жұмысымен және саналы ұрпақ жобасының асырылуымен танысты. Мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуын қоғам тарапынан қадағалауды қолға алған Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесіне де барды. Кеңсенің жұмысына түрлі сала мамандар қатысады. Бүгінде халықпен тығыз байланыс орнатқан олар қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты алдын алу бойынша біршама жұмыс атқарған. Информация доносится до населения через WhatsApp-группу и также 400 миллионов по дворам. Население может само мониторить ее полностью. Для этого создана у нас группа в WhatsApp, куда все это размещено. Более 80 человек. Они сразу пишут, как только начался ремонт, полностью, что у нас зашли, фотографируют, и мы им тоже говорим, фотографируйте, мониторите, участвуйте активно. Надо активно развивать этот проектный офис, чтобы местное население знало, куда обращаться по вопросам противодействия просто. Да, есть офис, о нем должны знать все жители, не только вот этого областного центра, но и, соответственно, вашей области. Мемлекеттік мекемелердің барлығын ашықтық қағидасын ұстауға шақырған Алик Шпекбаев халықтың сеніміне кіру үшін алдымен тұрғындармен тығыз байланыс орнатып, ақпараттың барлығын беру қажет деді. Асем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.